Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде кешкі асқа қуырдақ, көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай бізге қойдың өкпе бауыры, бүйрегі, жүрегі, сонымен қатар жұмсақ еті, іш майы қажет болады. Картоп, пияз қажет болады. Алдымен майымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Міндетті түрде біз іш майына жасаймыз, сонда қуырдағымыз ерекше дәмді болып шығады. Ешқандай да сұйық май қолданбаймыз. Келесі кезекте етін турайтын боламыз. Біз осылай ұсақтап тураймыз. Кейбір жерлерде ірі қылып турайды екен. Өз қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Главный, ең бастысы осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Құрамын описанияға жазып қоямын, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Қазанымызға іш майын салып қуыратын боламыз. Қып-қызыл болып өзінің майы шыққанша қуыратын боламыз. Келесі кезекте осы ұсақталып туралған етімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Осылай газымызды барыншаға қойып, ең алғашында қатты отта қуыратын боламыз. Жүрегін тураймыз, өкпесін тураймыз, барлығын ұсақтап турап алатын боламыз. Достар, мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қолдау білдіріп, лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар. Видеоларым ұнаса жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сонда менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрініп тұрады. Алдыда неше түрлі рецепттермен бөлісемін. Үй жағдайында қарапайым ғана рецепттер, бірақ дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы арнамдағы видеолардан қарап жасап көрсеңіздер болады. Өкпемізді де ұсақтап турап алатын боламыз. Қуырдақтың иісі деген мүңкіп шығып тұрады, өте керемет иісі. Біздің отбасымызға қатты ұнайды, айына 2-3 мәрте жасап жейміз. Өкпемізді де жақсылап қуырып аламыз. Соңынан бауырды саламыз. Бауыр тез пісетін болғандықтан аз ғана қуырамыз бауырды. Тұзын, приправасын, қара бұрышын саламыз. Дәміне қарай араластырып. Пиязымызды салып тағы да қуыратын боламыз. Бір шай қасық томат пастасын қостым. Қоспасаңыздар да болады. Суымызды құйып қайнататын боламыз баяу отта. Енді картоптарымызды турайтын боламыз. Осылай бір бөліп, ортасын тағы да бір бөліп, ұсақтап турап алатын боламыз. Картошкамызды салып, араластырып, бетін жауып, 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің қуырдағымыз дайын, өте керемет болып шықты. Ас болсын, жасап көріңіздер.